тасқынынан зардап шеккен өңірлерге көмек көрсету мақсатында Шығыс Қазақстанда Қазақстан Халқы Ассамблеясының штабы құрылған болатын. Бір апта бойы еріктілердің, тұрғындардың, кәсіпкерлердің және өзге де жанашыр жандардың көмегімен жиналған гуманитарлық көмек бүгін Солтүстік Қазақстан облысына аттанатын болады. Екі аптадай біз дайындалдық, яғни барлық жеке кәсіпкерлерге, барлық аудандарға айтылды. Мысалы үшін ауыл болып, аудан болып, барлықтары осы екі пункт болды. Бірінші пункт бізде Максим Горький көшесі 48-де, екінші пункт Назарбаева 68, міне осы Достық үй келісім орталығында біз сбор жасап, барлық азық-түлік, тұрмыстық қажет заттардың барлығын осында тасып әкеліп, қанша яғни бизнесмендер деп айтамыз, қанша халықтың өздері кішкентай балалар мен студенттер барлығы жиналып осы жерге әкеп бүгін Солтүстік Қазақстанға, Петропавл қалаларына көмек жіберге отырмыз. Достық үйі мен өңірлік волонтерлар фронт офисі шаһардан екі бекет ашып, бір апта ішінде 20 тоннаға жуық гуманитарлық көмек жинаған. Оған облыстың түкпір-түкпіріндегі жанашыр жандарды атсалысқан көрінеді. Мәселен, Күршім және Алтай аудандарының тұрғындары азық-түлік жеткізсе, Нормал Номад жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 5 тонна ұн бөлген. Ал Халиф Алтай атындағы облыстық мешіт көмек беріп қана қоймай, гуманитарлық заттарды жеткізу үшін арнайы көлікті де қамтамасыз етіпті. Қаржылай қолдау көрсеткен кәсіпкерлер де болды. Осы орайда қол ұшын созған барлық өңір жұртшылығына шын жүректен алғыс айтқым келеді. Бүгін шығыстан көмек жөнелтіледі, бірақ гуманитарлық көмек жинауды тоқтатпаймыз. Себебі төтенше жағдай жарияланған өңірлерге әлі де көмек керек. Оларға қолымыздан келгенше азық-түлік, дәрі-дәрмекпен қолдау көрсетіп, қиын шақта демеуіміз керек. Біріксек қана барлығына төтеп береміз.